Мен өзім қазақ тілін үйреніп жүрмін. Себебі Америкада өте аз ресурстар бар қазақ тілін үйрену үшін. Және де егер ресурстар бар болса, олар орыс тілінде, және мен үшін бұл проблема емес. Бірақ олардың сапасы өте жақсы емес. Өте көп қателер бар. Және олар грамматиканы өте жақсы түсіндірмейді. Сондықтан мен өзім үйренемін, және кем маған көмектесті. Мен қазақтармен скайп арқылы күнде практика жасаймын. Және мен олармен ағылшынша сөйлесем, және олар менімен қазақша сөйлеседі. Бұл маған қатты көмектесті. Себебі егер мен сөйлеспесем, мен қазақ тілін жақсарта алмаймын. Иә, қазақшаңыз өте жақсы, өте түсінікті. Және сіз кәдімгідей өз ойыңызды анық, айқын жеткізе аласыз. Бұл ең маңызды мәселе. Бізде Қазақстанда қанша уақыт туып өскен қазақтарымыздың өзі, негізінен тұратын басқа да этностар, қазақша қанша естіп жүрсе де күнделікті, қазақша сөйлей алмайды бұлай, өкінішке қарай. Мен өте қуаныштымын біздің осындай тілімізді құрметтеп, үйреніп алғаныңызға. Тілге деген қабілетіңіз мықты екен. 8 тілде білесіз, менің білуімше? 8 тілде сөйлейсіз, 9 тілде. Ал енді сіздің тілді үйренуіңізге сол оқу орныңыз себеп болды ма, жоқ әлде сіздің өзіңіздің бұрыннан араласыңыз бар ма? Бұрынғы совет елдерімен қандай байланысыңыз бар? Бұл менің зерттеуім үшін болды. Сондықтан мен университетімде біріншіден мен тәжікше және парси тілін үйрендім, себебі мен Тәжікстанға бардым зерттеу үшін. Бірақ қазір менің мамандығым бұл Қазақстан. Сондықтан тіл саясаты туралы зерттеу жүргізу үшін менің қазақ тілін үйренуім керек еді. Керемет. Тамаша. Осындай мақсатпен басқа да біздің азаматтарымыз үйреніп алса өте керемет болар еді. Мен сізді басқаларға үлгі ретінде көрсеткім келеді, өйткені бізде тіл мәселесі өте өткір тұрған проблема. Көп адам әлі өз тілінде сөйлей алмайды, өкінішке қарай. Бірақ сіздей адамдарды көрсе, оларға стимул болады деп ойлаймын. Сіз сияқты сөйлеген. Рахмет. Мен тіпті осы сұхбатты қазақша жүргізуге тырысамын. Себебі менің қазақша сұрақтарым бар. Сондықтан мен өте тырысамын. Жақсы, қоя беріңіз, мен тыңдаймын сізді. Рахмет. Бастайық па?